Бұл видео балаларға арналмаған, қазір ұят тақырыптар кетеді. Біреудің телефонынан байқамай қандай ұят нәрсе көріп қойдың. Жұмыстасым телефоннан балаларының суретін көрсетіп отыр еді. Бір сәтте бам! Келесі фотода өзінің көтінің фотосы шығып қалды. Ұят-ай. Уолмартта кассада кезекте тұрмын. Алдымда арбасы лық толған. Қасында әйелі, екі баласы бар бір жігіт телефоннан порно қарап тұр. Шынын айтсам, Уолмартқа кірген өзімде кінәлімін. Онша сұмдық емес, бірақ өте ыңғайсыз жағдайда қалдық. Универде оқытушының кабинетіне қағаз алуға кіргенбіз. Ол бізге Wi-Fi арқылы телефонға қосылатын үлкен экраннан сабақты көрсетпек болып, телефонын қосты. Экран жанды. Ал экранда оның резеңке пенис деп іздеп жатқанын көріп қалдық. Ол ештеңе болмағандай бірден өшіріп тастады. Ал біз не істерімізді білмей қалдық. Тек тұрып көретін орындары бар концертке бардым. Адамдар бір-біріне өте жақын тұрды. Ал дәл алдымда тұрған қыз заметкиді ашып, осыру күнделігі деген жазбаны ашты. Ішінде оның қай уақытта, қай күні осырғандары жазылып тұр. Және ол дәл қазір осырғанын сол жерге жазып қойды. Иіс кейін жетті. Дүкенде істеген кезімде бір клиент үнемі келіп, дәл мені іздейтін. Сөйлемей, тек керегін телефонға жазып көрсететін. Мүмкін мылқау болар дедім. Басында бәрі қалыпты сияқты еді. Бір күні ол маған демалыстан түскен фотоларын көрсете бастады. Галереясını ашып қалғанда, астында менің суретім сақталған жеке альбом бар екенін көзім байқап қалды. Қатты қорқып кеттім. Бірақ білдірмей ұзақ тұрдым. Ол кеткен соң бірден күзетшіге айттым. Кейін күзет оның басқа адамдарды да жасырын суретке түсіргенін анықтап, дүкенге кіруге тыйым салды. Әрі қарай не болғанын білмеймін, бірақ қатты қорыққаным бар. Досымның телефонынан французша қалай дұрыс сүйісу керек деген видеоны іздегенін көріп қалдым. Жоқ, жамандамаймын. Ол әйтеуір бірдеңе үйренуге тырысыпты. Достарымның үйіне қонаққа барғанбыз. Олар жалпы техникадан аса қатты хабары жоқ еді. Теледидардан фотоларды автоматты түрде заставка етіп шығарып тұратын қосылып тұр екен. Бәрі жақсы басталды. Алдымен отбасы, балалар, мереке суреттері шығып жатты. Еш жаман ойсыз қарап отырғанбыз. Кенет жаңағы дұрыс суреттердің арасынан әйелінің жеке фотолары да экранға шығып кетті. Оны көргенде екеуі де қатты ыңғайсызданып қалды. Жұмыста ноутты қоссам, экранда 18 түрлі порно сайт ашық тұр. Менен бұрын сменада болған бір айғыр жауып кетуді ұмытып кеткен шамасы. Әкем берген ескі телефонды ақтарып отыр едім. Ішінде анамның ұят фотолары шығып кетті. Бетім қып-қызыл болып кетті. WhatsApp чатта группа ішінде отырған адам жоқ деп ойлап, соны жамандап отырған кезді көріп қалдым. Әйелім екеуміз автобуста отырмыз. Алдымыздағы примерно 18-20 жастағы студентке ұқсайтын жігіт телефоннан порно көріп отырғанын байқап қалдық. Автобустың дәл ішінде. Жастардан ұят кеткен бе сонда? Күйеуім менің контакт атымды еркелеткен аттан жай ғана атыма өзгерткен. Сол кезде қарым-қатынасымыздың бұрынғыдай емес екенін түсіндім. Өте ауыр тиді. Автобуста бір ер адамның телефонынан құмар ойын ойнап отырғанын байқап қалдым. Ол қайта-қайта ұтылып жатыр. Соған қарап, оның бұл ойынға тәуелді екенін түсіндім. Өзі де қиын жағдайда жүрген адам сияқты көрінді. Ақша қатты керек екені байқалып тұрды. Бұл көрініс көңілді біраз түсіріп жіберді. Мен бұрын айфондарды жөндеумен айналыстым. Көп адамдардың телефонында Safari'де ересектерге арналған ұят сайттар ашық тұратын. Маған қатысты болмағасын шағымданбайтынмын. Бірақ кейін адамдарға телефонды жөндеуге берер алдында браузердегі барлық ашық беттерді жауып тастауын ескертіп жүретін болдым. Әйтпесе қатты ұят болып кетті. Ағам Google'дан Ники Минаждың жалаңаш фотосын іздеп отырғанын көріп қалдым. Телефон жөндеумен айналысып жүргенімде бір қарт әйелге телефонын реттеп беруге бардым. Қысқасы, телефонда оның өте жағымсыз ұят фотосын көріп қалдым. Көзді қалай жуса болады, достар? Ал сен біреудің телефонының қандай ұят немесе жаман нәрселерді случайно көріп қалдың? Комментарийға жазуды ұмытпа. Және де арнаға тіркеліп, видеоларға лайк басайық.